Осылай халықтың жан сәйкен шын бағы, нұр төгіп жарық күн жайқалсын гүл бағы. Жарқырап маңдайым жасайын еліммен, түспесін әрдайым көк туым көгімде. Жүректерде өшпесін махаббат, махаббат, шуақ болып шашылсын шапағат, шапағат. Қолымызды көтеріп соғайық бәріміз, қазақ деген халыққа шапалақ, 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 шапалақ. Қазақ елі асқарлы, тұлпар езіп тастарды, сұңқар кезіп аспанды, таяқ жерге тасталды. Мақсатпенен гүлдананың үйлену тойы басталды. Шапалақ, шапалақ, қошемет! Бір намыстан жаратылған бабасының батырлығы қанмен бойға таратылған. Қолаң шашың иықта бойыңда бір мін бар мекен. Асау көз ау қиылып, құдай мойның иіліп, ақ маңдайлы ақша бет жүрге салмас қалай гүл. Ақ сабағың үзілген, ау түсің меруерт тізілген. Бейне біредің қар мекен, атарылтып тон тозып, алтай жүріп шөл кезіп келіп тұрған алыстан. Мақсаттай мырзаң арман ай сірәй бар мекен. Құдаларымыз қыпшақтар, қобыланды батыр шыққан қыпшақтар. Ой не орта жүзі. Ал құдалар, білем, қыз беру оңай емес. Мен де екі қызымды беріп отырмын садикке. Түсінем. Ал құдағилар ешқашан екеуі де шустрый, екеуі де андай биткен не болмайды. Құдағи шай ішеміз ба деген, шай ішеміз деген болмайды. Обязательно біреуі шустрый, біреуі шамал жуастау болады негізі. Баяғыда бір ғалымға өстіп екі құдағи барған екен. Не істейміз деп, мынау екі жас бақытты болу үшін, ұрыспас үшін не істейміз деген екен. Сонда жаңа ғалым айтқан, қазір тегін ештеңе жоқ, бір қой сойып әкеліңдер деген екен. Сөйтіп жаңа бір қойды сойып әкеліп, енді не істейік десе, құйрығын кесіп әкеліңдер деген екен. Сөйтіп жаңа қойдың құйрығын кесіп әкеліп, ортаға келіп қойған екен. Енді не істейік десе, мынаны қысып отырыңдар деген екен. Сөйтіп жаңа екі құдағай қысып отырды, 1 сағат өтті, 2 сағат өтті, 3 сағат өтті. Енді не істейміз десе, балалар бақытты болсын десең, өмір бойы қысасың деп айтты. Қастерде алашымны, қадеке жастар, қорғаймын барасылы. Нағызым қолы бермес, қазақтың баласы. Қане қатырап, қастерде алашымны. Есіміңіз? Әлия. Әлия. Әлия? Тұрмысқа шыққансыз ба? Шықпасаңыз бәріне. Все? Жұғысты болсын. Ал, Әлияның тойына барайық. Әлия, керемет. Нету денег на женщину. Тетя есть. Не страшны. Келіңіз ортаға. Ой, керемет, керемет. Әдер шығады. Елейміз қай. Біздерде шапалақ болсын, ағайын. Қасырап.
Индира. Индира, үйге барғаннан кейін шай іш. Ең әдемі жұп ол Мақсат пен Гүлдана. Келісесіздер ме? Мақсат, Гүлдана, мен сіздерге бір сұрағым болып тұр. 3 қазақта өзі бақыт құсы деп аталады. 3 бақыт құсына да беріңізші маған. Көгершін, аққу, қарлығаш. Дұрыс. 4-шісі ол тауық, мен қостым. Өйткені біздің ауыл жақтан енді аққу көп көрмегенбіз ғой. Сол тауықтың жұмыртқасын сатып, сол біз үшін бақыт болған сол кезде. Енді оны не үшін сұрап жатырмын? Сіздерге айтайын дегенім, аққудай қанаттарыңызды қаға беріңіздер. Қарлығаштай ұяларыңызды сала беріңіздер. Көгершіндей балалы болғаннан кейін балапандарыңызды баға беріңіздер. Тауық сияқты бала таба беріңіздер, таба беріңіздер, таба беріңіздер. Шәкен Айманов атындағы қазақ фильмі ұсынады. Жібек келе салтанатқа жамалақтарыңыз. Жаңбыр! Айнаға қарап шашын тарайды. Жібек айнаға қарап шашын тарады. Осы уақытта төлеген өзінің атына мініп, мініп ағатына. Өйді! Ой, қамыш! Ой, бәрекелді! Шауып келатыр, шауып келатыр, шауып келатыр. Өйді! Кет. Тағында кел. Ей, аттан үшіш! Бұл аттың үстінен қысыл. Так. Қарындас танысуға бола ма? Қарындас әже кел. Қарындас баласы бар екен ғой. Жаным, ол түнде не алып жүрсің жалғыз? Түнде қыдырып жүрмін дейді. Сосын менің атыма мінген сен жеге. Кеттің менің атыма мінген, жетті олсам мүлгім бөйін. Ай бәрекелді, ал кет. Мінген сатына. Атқа мін. Чикагодан келген. Ай бәрекелді, Чикаго. Керемет. Жібек өте көңілді. Осы жерде жаңбыр жауады. Жаңбыр. Бірақ ол жаурамайды. Айнаға қарап шашын тарап атқанда осы жерде жел соғады. Төлеген атына мініп, атына бәрекелді. Шауып келе жат. Ой, бәрекелді. Қарындас сізбен танысып бола ма? Қарындас сізбен танысып бола ма? Жібектің дауысы қойымдау деген Құдай. Жібек тірлік білгендей болды ма? Рахмет, сіз енді әне күліліңіз. Атыңыз кім бол? Атыңыз кім бол? Ей, Жібек, рөлден шықпаймыз ғой. Қайдада. Түнде ағып жүрсіз, жалғыз өзіңіз. Түнде ағып жүрсіз, жалғыз өзіңіз. Гүлтерім. Ендеше жүр менің атыма мінгес, үйіңге жеткізіп салсайын. Ендеше жүр менің атыма мінгес, үйіңге жеткізіп салайын. Ал кет.